Басыма күн туа қалса, отбасымды асырайтын, өмір сүруіме жете қалатын деген бір сыртта активтарыңыз бар ма? Онда ешқандай актив жоқ. Менде барлық инвестицияларым бәрі Қазақстанда. Артық сөз айтып, тағы да саяси жаңа қуғынға ұшырап жоғалтсам, мен бәрін жоғалтам. Бәрі Қазақстанда. Ол бір жағынан менің әлсіздігімді көрсетеді, бірақ екінші жағынан менің адалдығымды көрсетіп отыр. Өйткені мен билікке бірдеңені айтсам да, жоғалтатын дүние мынау ғой. Келіңдер, алыңдар, ұрыңдар, соғыңдар, қамаңдар, міне түгел. Ешқандай шетелде қорым жоқ, ешқандай тығып жатқан ақшам жоқ. Бәрі міне көз алдыларыңызда. Декларацияланған, бәрі көз алдарында. Мен неге олай істеймін? Өйткені мен өз қабілетіме әбден сенемін. Қай жерде жүрсем де мен ақша таба аламын. Мемлекеттің алдында ешқандай салықтан жалтармайсыз, ашықсыз, кез келген кәсібіңіз мемлекетке тіркелген. Иә, әрине, ол міндетті түрде.